Үйіңізді кедейліктен сақтайтын ырымдар. Босағаңызға кәрі іліп қойыңыз. Кәрі қасиет бар. Әрбір үйдің босағасында кәрі байлаулы тұру керек. Бұрынырақта үлкендер кәрі шаңырақтың құты болады, оны біреуге бермейді деп айтып отыратын еді. Көбінесе үй иесінің сыбағасы ретінде сақталып, той тарқаған соң еті мүжіп, сүйегін босағаға байлайды. Кәрі босағаға береке, шаңыраққа шаттық, құт ырыс тартады деген сенім бар. Үйіңіздегі сыпыртқыны тұрғызып қоймаңыз. Бүгінде сыпыртқыны қолданатындардың саны азайып бара жатыр. Әсіресе көп қабатты үйде тұратын қалалық келіншектер қолына сыпыртқы ұстамайды. Ал жер үйде тұратын келіншектер күніне бір рет болса да сыпыртқыны қолданады. Міне, осы сыпыртқыны қолданып болған соң тұрғызып қоятындарды талай рет көрген боларсыз. Ұсақ түйек деп мән бермегенімізбен мұның да айтарлықтай мәні бар екен. Осы тік тұрған сыпыртқының өзі шаңырағыңызға келетін жақсылықты кері қайтаратын көрінеді. Сынық айнаны сақтамаңыз. Бұрындары қазақтар айнаны көп қолданбаған, ал бүгінде керісінше бір қабырғасын айнамен жалтыратып қоятындар бар. Сәнге айналған қиық айна құтыңды қашырып жатыр десе, ешкім сене қоймас. Өйткені сынық айна жақсылық шақырмайды. Егер де айна кішкентай болса да, сынған болса, оны мүлде қолдануға болмайды. Ыдысты жумай ұйықтамаңыз. Бір рет болса да жуылмаған ыдыстың бетін майлықпен жауып, жууды таңертеңге қалдырған боларсыз. Бұлай жалқаулыққа салынуға болмайды екен. Өйткені құт пен береке, байлық пен ынтымақ үйдегі 3 жерге жасырылған. Біріншісі босағада, екіншісі ыдыста, үшіншісі пейілде.